Sizlerге көп рахмет. Siz сияқты еліміздің, өлкеміздің біртуарлары еліміздің баға жетпес қазынасы деп білеміз. Осындай кеште бола берсін. Келгендеріңізге көп рахмет. Қазақта керемет рахмет деген. Қазақта керемет сөз бар. Жығылмаған ұлы емес, жығылып қайта тұрған ұлы деп. Сол Бағдатты ұлылардың қатарына қосқым келеді. Бағдатты құлатқан да бар, жыққан да бар. Бірақ соның барлығынан еңсесін қайта тұрып, қазақ поэзиясына, қазақ әдебиетіне қызмет жасайын деп қайтадан тұрып, ұлылығын көрсетіп жүрген бауырларымыздың бірі. Сондықтан мен бүгін отырған уақытта ойлаймын, бұл жас ақындардың арасында жалғасын. Енді осы 2 ай ма 3 айдың көлемінде Бағдаттың жырларын жатқа айтатын үздік оқырмандардың арасынан байқау жариялайды. Одан кейін Бағдаттың екіншіге сол Бағдаттың жырларын ең көп айтылып, көп жаттаған жасқа 100 мың, екіншіге 75 мың, үшіншіге 50 мың байқау жариялайды. Бұл өзімізде құрметтеуге болсын. Біз енді көбінесе өзіміз жаңағы маңайымызға дағы адамдардың құрметіне жетемін. Екінші жариялы келеді, үшінші сөйтіп. Біз енді сондай нәрсені әр кварталға жалғастырайық. Сонымен жаңа біз Бағдаттан бастаса, бұл жаңағы біздің жастарымыздың, біздің жаңа оқырмандарымыз, ол жаста шектеу қоймайық. Ол мысалы өлең адамның өмірін дұрысталуына көп көмек жасайды. Ана кейде көп өзіміз білмейтін сұрақтарға осы өлең ақындардың өлеңдерінде бір Құранның сөзінде бір қасиет бар. Сол арқылы жанымызға жалғық сүйек кейде жаңағы мұңайғанда өлең оқимыз. Әлгі мұңайсақ, біреуге ренжісек, немесе ғашық болсақ, немесе өзімізден аласұрсақ, кімнің алдымен Мұқағалиден жырларын іздейміз, Қадырды іздейміз. Әлгі қыздар жылап жүріп Фаризаны кім оқиды? Әлгі Фаризаның арманым ай деп жатады, немесе жаңағы арманым болды неге қалмадың ай деген өкініш. Ол енді кез келген адамдардың өмірінде бар. Бір керемет жақсы көрген адамдардың өмірінен. Бірақ ақын деген соның өмірдің бәрін әдемі суреттейді. Сонда осы бір дәстүрді осы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханалар жүйесі арқылы жаса. Содан кейін осы бәлен күні болады, біз осы Бағдаттың жырларын жатқа оқитындардың арасында мүмкін 10 адам шығар, 5 адам шығар. Соның үшін Бағдаттың мысалы қазір 50 өлеңі барша, соны жатқа айтатын болады. Соның 40%-ын жатқа айтатындар болады. Сөйтіп сараптап, комиссия өздеріңіз боласыздар. Сонымен жаңағы мен сертификатын жасап, келе алсам, келе алмасам ақшасын аударып беріп, соны тапсырып, Бағдаттың қолданады. Ал енді бұның бәрін былай ойлаңыздар, мен қазақ өлеңі деген құрмет қазақ поэзиясына. Бағдаттың папасы менің ұстазым. Сондықтан мен ұстазыма деген құрметім. Енді ол ұстазым қазір жоқ, бірақ соның бүкіл болмысын осы мен Бағдаттан келдім. Бағдат сол әкесінің осы қалпы. Ол кісінің адам баласында жамандығы жоқ. Жаңа алдына келген жасты тәрбиелейді. Қатты айтқанда ол шындығын айтады. Сен болатын боласың, не болмайтын боласың. Әлгі мәймөкелеп тұрмайды, мен сені біраз несен. Сол балам бара ғой деген әңгіме. Бірақ енді бара ғой деген жоқ. Қателігімізді түзетті. Сол жаңағы кейде жаңағы ойлаймыз енді уақыт. Жол енді бұл біздің тәрбиелік бағыттағы қазақ өлеңіне деген құрметіміз осылай қалыптассын. Сол Бағдаттан кейін ақындар деп қойып, сонда бір жылда 4 ақынның өлеңдері. Өте жақсы бастаған, жақсы біздің кітапханамызға келіп, үлкен бір ой қойып, жаңағы біздің жаңағы ақындарымызға құрмет көрсетіп жатыр. Бекзатымызға мәрттігіңізге рахмет, Алла жомарттығыңызға рахмет. Маңдайымға жазылған жүрекпенен әрі талай көктемді күзді өткізген, әлде бір жұмбақ бар, мен шешпеген сол жұмбақтың шешуімізде келеді. Осы бір кітаптан жұмбақ шешуімізде жүрген мына жерде біздің Жәлел ақынымыз отыр. Біздің кітапханамыздың жанашыры, біздің кітапханаға осы оқырмандардың келуіне жақсы атсалысып жүрген азаматтың бірі осы біздің Жәлел мырза. Шалқар Жәлел оқығанда ол сөз кезде өзіңізде жаңағы. Бәріміз жақсы көреміз. Армысыздар, рахмет шақырып сөз жатқандарыңызға. Бекзат аға, қош келдіңіз. Осының кешегі істеп жатқан шаруаларыңызды осы кезге дейінгі елге ел үшін істеп жатқан игі істеріңізді бәрін білеміз. Мен журналист ретінде айтайын. Біз газетке бәрін жазып жүрміз.
осы бүгінгі кеште Құдай қаласа әдемілеп өзінің елін жеткізіп, өз деңгейінде газетке жазып шығарып, газеттен оқисыздар. Жаңа ағаларымыздың бәрі айтып жатыр ғой, мен көп сөз мына жерде нетпей ақ қояйын. Бір өлең оқып берейін, қабыл болыңыздар. Бәкең сияқты енді жатқа білетін кішкене ұмытыңдырап, сондықтан қарап оқи берейін, әйелдікеңіздер. Мынау Мұхтар Әуезов бабамыз айтқан екен ғой, кітаппен достық ұстамаған өзін толық адаммын деп есептемесін деп сол айтпақшы. Мен өзім кітапханашымын ғой негізі, екінші дәрежелі кітапханашымын. Бұрын 2 жарым жыл істеген, сонда маған екінші категория берген. Осындай бір кітап көрмесін жасаған, Жыржауға поэзия клубының ең бірінші кітаптарын бәрі жинақтап, осындай кітап көрмесін жасап, сол еңбегіме мен апай екінші дәрежелі кітапханашы деген және жазып берген. Еңбек кітапшама. Сондықтан кітапхана маған бөтен емес. Енді мына өлеңді оқып берейін. Көсеу деген өлең. Қара шауыл, қару шапта зорыға, анам жүрді қос білегін түрініп, сексеуілдің тыжынаған шоғына отырушы ем жылынып, армандасаң дәл осында арманда, сарын қосып алабұтқан сарынға, анам отты көсеп қалғанда, жарықтық жоқ басатын жалынға, жұмбақтан қанға жайып атырап, көп күлуге құмар едім тегімнен, қара көсеу құдыретін бақылап таңқалатын едім мен, содан бері өтті талай мұнар жыл, көсеу сұры кетпей қойды санамнан, өмір мені сан қиянда сынап жүр, бәрі арман, кеңдік маған, қанмен келген сый екен, адамдығым анам сүтін өтеуде, бір ұққаным ауыл жетпей жүр екен, шоқ кеудемді көсеуге. Қандай жанында өлеңдері, әр өлеңдерінің мәні мағынасы тең, адамға бір ой салатын, өткен өмірін еске алатын, ауылды көшеуді ойымызға түсіріп, көрдіңіздер ме? Ауылдың жағдайы болғандай болып өтіп жатыр. Рахмет айналайын. Қаланың ұштыла берсін. Біз қашанда тыныштық табыс тілейміз. Енді бізге мынау Қарағанды қаласының орталықтандырған кітапхана жүйесіне жастар ұйымынан келіп отыр. Бибісара Бүркітбаева. Бұл жаңағы Қарағандыдағы мен жастарға сенемін деп, жастармен бірге тығыз байланысты жасап жүрген жастарымыздың бірі. Осы Бекзат ағасын көрсінші, білсінші, осы жастар үйренсінші деген бағытпен мен ылғи жастарды шақырып Бекзат Құмарова, мынау ат тербетіп Жезқазған қаласынан келіп отқаныңызға сізге үлкен алғысты білеміз. Осылай кітапханаға бір-ақ рет қана емес, бұдан да сізбен бірге көп кездесулер бола берсін. Сізге тек денсаулық тілейміз, ауырмаңыз. Жаңағы конкурс туралы айтып жатсыз, ақындар жылдар айтады деп, жарыстар болады деп, жастардың арасында. Еще бағана айтылып кетіп жатыр, что балалар, жастардың көбісі кітап оқымайды деп. Ондай кітап оқымайтындар да бар, оқитындары бар. Мен көп основном жастармен жұмыс жасағаннан кейін бізде өлең оқитын Абайды, Әбу Насыр әл-Фарабидің өлеңдерін оқитын көптеген жас балалар бар. Мотивация сол балалардың арасынан да қатысып, сізбен бірге жолығып, осылай Қарағандыда бір ғана емес, жастардың арасында да сізбен бірге кездесулер көп болса екен деймін. Сол сіз келгеніңізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Қазір керемет жастар өсіп келе жатыр. Біздің ана қоғам айтасыз, қазір жастар әлсіз деп. Жоқ, қазір алтын буын саналатын жастар келді. Енді бір 5-10 жылдың көлемінде өздері қоғамда саяси өмірде бір өзгеріс болады. Бір таза жастар келе жатыр. Соның қатарынан көрейін. Құрметті көрермендер, телекөрермендер, бізге қатысып отырған жаңа сұрақ қойып жатыр кітапханашыларымыз. Бүгін міне біз үлкен жүрегі кең, жаны жайсаң халқының арасында қадірге ие болып жүрген Бекзат мырзамен кездесіп отырмыз. Міне кеште оны да жақындап қалыпты. Бекзат мырза бір жарым сағаттай уақыт болып қалыпты. Міне сіздің алтын уақытыңызды алып отырмыз. Біздің бір ауыз сөзімізді тастамай, осыдан 500 шақырым жерден келіп отырғаныңызға көп рахмет. Бұның өзі де азаматтың азаматтығын, ердің ерлігін білдіреді деп ойлаймыз. Осы жерде отырып, шақырған кешімізге келмейтін, атқа жасайтын адамдар бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Мен ондай кезде бір кішкене ренжіп қалатындамын. Мына бізді менсінбей жатыр, мына кітапханаға келмей жатыр. Жасыратыны жоқ. Көп көріп қалам, кәдімгі осындай мыналар келмей жатыр деп. Сондықтан да келгеніңізге көп рахмет. Мынау сөз соңында қорыта келе,
сөз кезегін осы Мұхтар Әуезов атындағы орталық кітапхананың директорының міндетін атқарушы қазір Қызғалдақ Пішкенова сізге беремін. Біздің директорымыз Гүлжан Кәрімбекова ол кісі және отпускы ол кісі кезекті демалыста. Сөз кезегі өзіңізде қорғап жүрмін. Саламатсыздар тағы да құрметті қонақтар. Қош келдіңіздер. Бекзат Құмарова, біріншіден сізге көп рахмет айтқым келіп тұр осы кітапхана ұжымынан. Сонау 500 шақырым жерден келіп осындай біздің шарамыздың арасында осы біздің жастарға, біздің кітапханашыларға, оқырмандарға қаншама жақсы тілектеріңізді айтып жатырсыздар. Жаңа Айтай Бұлтайұлы айтып жатыр сіздің қандай екеніңізді. Біздің қонақтар да айтып жатыр. Сондықтан сізге ең бастысы тілейтінім денсаулық, жұмыста творчестволық табыс тілеймін. Осы жаңағы айтып жатқан алдағы қойған өзіңіздің талаптарыңыз, жаңағы ойыңыздағы шығып жатқан ондай жұмыстарыңызды берсем екен деймін. Сол жұмыстарыңыздың бәрі алға баса берсін. Ертең біздің ұжымның атынан сізге көп үлкен рахмет. Мынау біздің ұжымның атынан біз енді өзі Қарағанды екі жыл тағы торыққа жүрмейміз ғой. Біз енді Жезқазған аймағы деп сөйтіп өзі жасап жатамыз. Енді 30 жыл сол жерге барғаннан кейін бір ойлап жатамыз. Қазір осы екі елдің арасында бөлінбейтіндей бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасау үшін осы бір осындай жиындар өте қажет секілді. Біз жаңағы айтып жатырмыз ғой, Ұлытаудан Шыңғыстауға дейінгі сондағы бұл осы екі ортада халықтың бәрін әдебиет, мәдениетпен, өнермен қамтып өту мақсатында сондай жоспар жасалып, әлі үлкен қаражатты қажет етпейді, бірақ бұған ниет қана қажет. Сол біздің осы ниеттің арасында сіздердің де болғандарыңыз. Біз енді қалаймыз, себебі жер жерде қазір кітапхана дегеннің жаңағы мына сөзді оқып отырып, барлық білім қоймасы. Шынында кейде бір нәрсеге өзі күдігіміз туса жүгіріп кітап іздейміз ғой, не деп жазылған екен деп. Ал кітаптың сөзі ол біздер үшін ол енді нақтылық сияқты. Сол мен өзіміз көп жағдайда кітапқа жүгінемін, өзімнің халықтың даналығын іздеу үшін кейінгі кезеңде бүкіл афоризмдер, одан халықтың даналық сөздерін оқып арқылы өзімді өзім тәрбиелеймін. Өзімнің мінімді өзім сол арқылы, кемшілігімді сол арқылы түзеуге тырысамын. Себебі кітап мен нағыз тәрбиеші. Біздің класс жетекшіміз болды, Асанова Жанза мұғалім. Ол кісі айтатын, мектепке үйден кітап ойлаймыз, мектепке апарамыз. Мектепке мектеп үшін ұрлық жасасаң, ол ұрлыққа жатпайды. Үйдегі жақсы кітаптарымызды апарамыз, ол кітапты апарған уақытта бір керемет қасиет алып қоя салып, осы кітапты оқыдың ба деп өзімізге сұрақ қойып, оқымай жаңағы көңіл шықпасақ, мына кітапты оқып болғаннан кейін біздің кітапханаға әкеліп өткізесің деп классымыздан көп кітапхана жасайтын. Сол сияқты сол мектептен қалыптасқан дүние кейінгі кезеңде шынында біз кітапханаға көп көрмей кеткеніміз ақиқат. Уақыт солай болған шығар, ал бірақ кейінгі кезеңде осы кітапханаға деген адамдардың ықыласы артып келе жатыр. Ол қазір себебі мамандарға да тікелей байланысты, еңбектеріңіздің жемісі. Сол өзі кітапханаға келе жатқанда не істесем екен деп ойлайсың. Қандай жақсы жаңалықтар. Енді мен ойлаймын, сол оқырмандардың арасынан Бағдаттың жырларынан бастайсыз, ол да өз нәтижесін береді деп есептеймін. Сондықтан сіздерде Бағдаттың бірнеше кітаптары тұрса, ертең оқимын деген жастар кітапты Бағдаттан емес, осы кітапханадан келіп алып кетсе жақсы. Біздің осы тікелей өлкетану бөлімінде, мен өзім басқаратын бөлімде жас қаламгер деген бөлім бар. Сол жас қаламгерде осы жас ақындарды шыққан болатынбыз. Сол өлкетану бөлімінің жаңа жас қаламгерлердің бірінші конкурсын жариялап Бағдатты бастаймыз. Одан кейін әрі қарай кезектен әрі қарай кете береді. Бұл бізге бір үлкен жұмыс, үлкен бір бағыт. Біз жастарымызды шақыруға үлкен қолдайды деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі біздің кешімізге келіп, Бекзат мырзамен уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге көп рахмет. Тек қана Алла нәсіптеріңіз жоғарыдан болсын. Бекзат мырза қайда жүрсеңіз де аманшылық, жақсылық тілейміз. Сіздің еңбегіңіз, сіздің атағыңыз ерекше. Біз сізбен мақтанамыз.
біз сізді мақтан тұтамыз. Халқымыздың бір азаматы туса сіздей болсын. Бір даралық, бір жомарттық сізде. Сол даралығыңыз, жомарттығыңыз қашанда өзінің киесін халқына, ұлтына тигізе берсін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сонымен біздің бүгінгі кеш қонағымызға құрметпен рахметіміз.